35-ші сабақ түбір мен қосымша. 44-ші жаттығу суреттер бойынша әңгіме құрастыр. Қыс келіп, қар жауды. Балалар далаға ойнауға шықты. Айжан коньки тепті. Болат шаңғымен сырғанады. Арман, інісі екеуі шанамен сырғанады. Осы үлгіде әңгіме құрастыруға болады. 45-ші жаттығу тақырыбына қарап өлең мазмұнын болжап айт. Шынығу. Кереметін көремде, таңғаламын төленге, аязда да бұлағам шомылады өзенге. Көтерісіп керегін, кейде мен де еремін, аппақ қармен арқасын ысып-ысып беремін. Талай жаурап тоңдымақ, күлім дейді ол бірақ. Шынық дейді балақай, болмас үшін бол бірақ. Жаздай мен де шынықтым, ағадан көп сыр ұқтым. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Төленге, төлен түбір, ге қосымша. Қар мен қар түбір, мен қосымша. Балақай, бала түбір, қай қосымша. 46-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Аяқ қайда апарады? Ақыл қайда апарады? Аяқ қайда апарасың? Ақыл қайда апарасың? Мұнда керекті сөздер берілген: ғарышқа, жарысқа. Аяқ қайда апарасың? Аяқ бізді жарысқа апарады. Жарысқа деп жазасыз. Ақыл қайда апарасың? Ақыл бізді ғарышқа апарады. Ғарышқа деп жазамыз. 47-ші жаттығу төркөзінің ішіндегі әріптерден сөз құрастыр да келесі төркөзге орналастыр. Шаңғы, қайық, бәйге, жарыс. 48-ші жаттығу жаңылтпашты жатқа жаз. Қарамен жазылған сөздердің түбірі қайсы, қосымшасы қайсы? Ескекті, ескек түбірі, ті қосымша. Ескекшілер, ескек түбір, шілер қосымша. Осымен сабақ аяқталды. Келесі кездескенше.